Сәлем достар, бүгін сіздермен соусы өте керемет дәмді болып шығатын керемет острый салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Жасау жолы өте оңай, мерекелік дастарханға қойсаңыз да, ұсынсаңыз да болады. Бізге қажетті заттар: болгар бұрышы, сәбіз, чеснок, ақжелкен және баклажан. Ең алдымен баклажанымызды дәл осындай керек емес бөліктерін кесіп тастаймыз. Қабығымен ашсаңыз да, қуырсаңыз да болады, немесе дәл осылай қабығын ашып тастасаңыз да өз еркіңізде. Мен қабығын ашып дәл осылай тазарттым. Болгар бұрышын да дәл солай тазартып алдым. Ең алдымен баклажанымызды дәл осылай төртке бөлеміз де үлкен төрт бұрышты кубик етіп турайтын боламыз. Барлығын дәл осылай турап, бір ыдысымызға саламыз және де ыдысымыздың үстінен тұз сеуіп алдына дайындап қоятын боламыз. Келесі кезекте болгар бұрышын турайтын боламыз. Болгар бұрышын ұзынша етіп тураған өте жақсы болады, сондықтан дәл осылай ұзынша соломка етіп тураңыздар. Ал сәбізді корей күшінен осылай ұзынша етіп өткізіңіздер және де бетіне өткізіп болғаннан соң кішкене шым тұз сеуіп қойыңыздар, сонда суы шығып өзі әдемі болып тұрады, дәмі де. Енді ақжелкенімізді дәл осылай ұзынша етіп турай саламыз, төрт бұрышты етіп. Енді қиярымызды тураймыз. Мендегі соленый огурцы, кәдімгі қиярға да, свежий қиярға да ауыстыруға болады. Енді соусын дайындайтын боламыз. Соусқа ең алдымен чеснокты осындай үккіштен өткіземіз, немесе блендер болса блендерден барлығын езіп алсаңыздар болады. Қара бұрыш және қызыл бұрыш. Енді майонезімізді қосатын боламыз. Салаттың мөлшеріне қарай соусты да көбірек жасай берсеңіздер болады. Енді барлығын бірдей араластырамыз. Араластырып болып дайындап қоятын боламыз. Енді табамызға май құйып, оны қыздырып, үстінен жаңағы баклажандарымызды салып, екі жағында аунатып, араластырып тұрып, қуырып алатын боламыз. Жақсылап тұрып араластырып, қуырып дайындап алатын боламыз. Енді барлығы дайын болды. Ыдысымызға сәбіз саламыз. Одан кейін баклажанымызды, сосын барлығын осылай салып алатын боламыз. Болгар бұрышын жаңағы баклажанын қуырып болған соң тағы да соның майына аздап қуырып аламыз. Ол видеода көрінбей қалыпты. Сондықтан міндетті түрде кішкене қуырып алсаңыздар өте дәмдірек болып шығады. Дәл осылай бәрін салып аламыз да, енді соусымызды салып, барлығын біркелкі етіп араластыратын боламыз. Дәмі өте керемет болады. Қолжетімді заттардан жасалады. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге де ұнайды деген ойдамын. Барлығын араластырамыз да тәрелкемізге салып, дастарханға ұсына берсек болады. Мерекелік салат ретінде қонақ күткенде де дәл осыны жасап қойсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де осы видеомды достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Сіздерге рахмет. Сіздермен болған Айгерім. Назарларыңызға рахмет.